Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары 3 тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Бірінші тапсырма сол және оң бағандар арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. Оқушылар бұрышты радианға айналдыру үшін 180-ден пиге көбейтеміз. Екеуі де 60 деген санға қысқарады, сонда 3-тен 8 пи болады. Ал мұнда радианды бұрышқа айналдыру үшін пиден 180-ге көбейтеміз. Пи мен пи қысқарады, 9 мен 180 екеуі де 9 деген санға бөлінеді, сонда 700 градус болады. Сонда бізде 1 В болады, ал 2 Е болады. Келесі оқушылар екінші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Тангенс альфа оқушылар косинустың синусқа қатынасы. Келесі бөлшекті сойғы жазамыз. Екі бөлшекті қосу үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда толықтауыш көбейткіші 1 қосылған косинус альфа болады. Ал мұнда синус альфаны береміз. Сонда көбейткен кезде 1-ді көбейтеміз, косинус альфа болады. Косинус альфа мен косинус альфаны көбейтсе косинус квадрат альфа болады. Мұнда синус квадрат альфа болады. Бөлшектің бөлімін сойғы жаза аламыз. Синус альфа 1 қосылған косинус альфа. Ал бөлімінде косинус квадрат альфа мен синус квадрат альфаның қосындысы 1-ді береді. 1 қосылған косинус альфа болады. Сонда оқушылар мына өрнек пен мына өрнек толықтай қысқарады. Сонда қалады 1 бөлінген синус альфа. Келесі оқушылар 3-ші тапсырмада бұрышты анықтайтын радиус бір шеңберінің келесіне өтеді, яғни К нүктесі арқылы өтеді. Синус альфа, косинус альфа, тангенс альфаның мәнін жазыңыз. Синус альфа оқушылар өздерін білесіңдер. Y-тің мәнін білдіреді, яғни минус 2-ден төбір асты 3 болады. Ал косинус альфа ол X-тің мәнін білдіреді, ол 2-ден 1-ге тең болады. Тангенс альфаны табу үшін синусты косинусқа қатынастырамыз. Сонда минус 2-ден төбір асты 3-ті бөлеміз 2-ден 1-ге. Бірінші бөлшекті сойғы жаза аламыз. Келесі бөлшектің, мұнда көбейту деп қоямыз да, келесі бөлшектің бөлім мен алымының орнын ауыстырамыз. Сонда 2 мен 2 қысқарады. Сонда қалады минус төбір асты 3. Келесі оқушылар 4-ші тапсырмада өрнекті ықшамдаңыз. Ең алдымен жақшанышын орындап аламыз. Ол үшін қосу үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 1 қосылған косинус альфа, 1 азайтылған косинус альфа болады. Мұнда толықтауыш көбейткіші 1 азайтылған косинус альфа болады. Ал мұнда 1 қосылған косинус альфа. Сонда көбейтетін болсақ, синус альфа минус синус альфа, косинус альфа, қосылған синус альфа, қосылған синус альфа, косинус альфа болады. Көбейтеміз синус 2 альфаға. Ал енді оқушылар, мұнда бізде А минус В, А плюс Б деген формулаға кеп тұр екен. Яғни А квадрат минус Б квадрат дейміз. Сонда 1 азайтылған косинус квадрат альфа болады. Ал бөлшектің алымындағы мына өрнек пен мына өрнек қысқарады. Сонда бізде синус альфа мен синус альфаны қосатын болса 2 синус альфа болады. Көбейтеміз синус 2 альфаға. Бір азайтылған косинус квадрат альфа, ол синус квадрат альфаны береді.
2 синус альфаны өзін жазып аламыз. Синус 2 альфа қос бұрыштың формуласын салатын болсақ, 2 синус альфа косинус альфа болады. Синус альфа мен синус альфаны көбейтсек, синус квадрат альфаны береді. Мұндағы синус альфамен қысқарады. Сонда 4 косинус альфа болады. Келесі оқушылар, соңғы тапсырма өрнек тақшандаңыз. Синус пи минус альфа бізде синус альфаны береді. Тангенс пи қосылған альфа тангенс альфаны береді. Көбейтеміз. Мұндағы мынау өрнектен тангенс альфа шығады. Ал мынау өрнектен минус синус альфа шығады. Сонда оқушылар, мұндағы синус пен синус қысқарады, тангенс пен тангенс қысқарады. Сонда минус 1 қалады. Сонымен оқушылар, өздерін көріп отырғандай 5 тапсырманы толық талдап аяқтадық. Егер түсінбеген сұрақтарың болса, комментарийға жазып жазсаңдар болады. Каналға жазылыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.